Баршаңызға сәлем. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сабақ бастамас бұрын менің YouTube каналыма кіріп, тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Instagram жеке парақшама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Рахмет. Оқуларыңызға сәттілік тілеймін. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am your English teacher, Nicole. And today we are going to learn the most important part of English language. Yeah, it's grammar. We are going to start English basic grammar courses for beginners. Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздердің ағылшын тіл мұғалімдарыңыз Тұнық. Бүгін біз ағылшын тіліндегі өте маңызды тақырыпты бастаймыз. Ағылшын тілінің негізінің біреуі ол грамматика. Бүгінгі сабақта біз ағылшын тілінің бастапқы деңгейдегі ең маңызды грамматикасын үйренеміз. Міндет түрде дәптерлеріңізді, қаламдарыңызды алып, дайын отырыңыздар. Жақсы, онда сабағымызды бастаймыз. Осы экранда көрсетіп тұрғандай, негізі 6 үй тапсырма болған. Қазір біріншісінен бастаймыз. Біріншісі етістікпен орын толтыру. Біріншісі eat үшінші жақ жекесе түрден бастап тұр, соңы жекесе тұр a book. Сондықтан үшінші жақ жекесе түрін таңдаймыз. Етістікте is. Сондықтан біріншісінің жауабы is болу керек. It is a book. Ал екіншісі she'дан бастап тұрғандықтан ол үшінші жақ жекесе тұр. Сондықтан міндет түрде is'ны таңдаймыз. Ал үшіншісінде they ден бастап отыр, олар деген. Соңында teachers деген көпше түрінде тұр. Сондықтан міндет түрде етістіктің көпше түрін таңдаймыз, ол are. Ал төртіншісі I-дан бастағандықтан am-ын таңдаймыз. Ал 5 she-дан бастап тұр, бұл жерде соңында зат есім жекесе түрінде тұр. A student, сондықтан is болу керек. Ал алтыншысы we біз деп бастап отыр, көпше тұр. Соңында teachers көпше тұр. Міндет түрде ортасында көпше тұр болу керек. Are. Ал жетіншісі they үшінші жақ көпше түрінде көрсетіп тұр. Соңында да books көпше түрі. Сондықтан міндет түрде етістіктің көпше түрін таңдаймыз. Are. Ал сегізіншісі you екінші жақ жекесе тұр, өйткені соңында a teacher деп тұр. Сондықтан мына жерде are болады. You are a teacher. Ал тоғызыншысы you'дан бастап отыр, соңында teachers деп аяқтап отыр. Бұл жерде міндет түрде are-ды таңдаймыз. Ал бұл мен айта кетейін деген, мына 8 бен 9-ды көп оқушылар бәлкім түсінбей жатады, неғып бәрінде are болып тұр деп. Өйткені алдында айттық, you негізі 4 мағына білдіреді. Ол жекесе түрінде де, көпше түрінде де қолдана береміз. Оны жекесе тұрма, болмаса көпше тұрма қалай айырамыз? Ол артындағы зат есімге қарайсыздар. 8-шісінде a teacher жеке бір мұғалім деп тұрғандықтан 8-ші сұрақтағы you ол сен деген мағынаны білдіреді. Ал 9-дағы ең соңғы teachers мұғалімдар деп тұрғандықтан you деген сөздің мағынасы сендер. Ал 10-шісі he үшінші жақ жекесе тұр болғандықтан бұл жерде is-ны таңдаймыз. He is a student. Ал екіншісіне кеттік. Екіншісі write the sentences with contractions. Төмендегі сөйлемдерді қысқартып жазамыз. Алдында айтқанбыз are not-ны aren't қызылмен белгілеген aren't. They aren't teachers. Екіншісі am not Lucy. Үшіншісі she isn't. Is мен not-ны қосқанда isn't болу керек. Төртіншісі we are teachers. We are деп оқылады, бірақ қысқартылады. We are. Кішкене тезірек оқисыздар. Бесіншісі they are books. They are books. Олар кітаптар. Ал келесі бізде write the sentences with a subject pronoun. Ал осы бастаушыларды біз жаңағы есімдікпен бастап жазамыз. Біріншісі she is a teacher болу керек. Бұл жерде Nicole бір әйел адам болғандықтан үшінші жақ жекесе тұр, she болу керек. Ал екіншісінде Айдын деген бұл ер адам болғандықтан үшінші жақ жекесе түрі he болу керек. Ал үшіншісі school деген мектеп деген мағынаны білдіреді және жекесе түрінде. Сондықтан міндет түрде it. Өйткені ол жансыз зат. Ол кезде it деп қолданамыз. Ал төртіншісі they are students болу керек. Өйткені бұл жерде екі адамды көрсетіп отыр. Екі адам болған кезде олар деп айта саламыз. They болу керек бастауыш. Ал бесіншісі кім және мен деп айтылған кезде бұл жерде екі адам біз болу керек. We are teachers. We are teachers болу керек бұл жерде. Біз мұғалымдармыз.
Және ағылшын тілінде айта кетейін дегем, ағылшын тілінде кім және мен және кім деп айтқан кезде біз үнемі мен деген сөзді артына қойып отырамыз. Мысал ретінде Динара және мен болу керек. Мен және Динара деп айтпаймыз. Ағылшын тілінде I деген сөзді үнемі артына қосып айтасыздар. Динара және мен. Dinara and I болу керек. Ал келесі бізде write the sentences in the negative. Жаңғы оң сөйлемдерді біз теріс сөйлем қылып өзгертеміз. Мысалы, біріншісі she isn't a teacher. Б етістің артына not қою арқылы теріс сөйлемге өзгертеміз. Isn't. Екіншісі I isn't a student. Келесі it isn't a book. You aren't students. We aren't teachers. Бұл бөлігі оңай деп ойлаймын. Тек қана б етістің артына not қоссаңыз болды. Жазғанда қысқартып жазасаңыз болды бұл жерде. Ал келесі бізде put the words in the correct order to make questions. Жаңғы сөздерді өзінің ретіне келтіру. Жаңғы бұның бәрі сұрақ сөйлем болғандықтан алдында айтып кеттік. Б етістік бар. Сөйлемдердің ішінде сұрақ сөйлем болу үшін міндет түрде б етістік ең басына келу керек. Содан кейін бізде бастауыш болады. Содан кейін бізде қалған сөз таптары болады. Қалған сөздің реттері келеді. Мысалы, is she a teacher? Келесі, is Aydın a student? Is it a book? Are you students? Is he a teacher? Сонда бәрінде б етістік бастап отыр, келесі бәрінде бастауыш болып отыр. Ал соңғы бөлігі бізде жаңғы write short answers, use contractions if possible. Осы сол жақтағы сөйлемдерге жауап береміз. Біріншісінің жауабы негізі yes, she is болу керек бұл жерде. Yes, she is. Келесі no, they aren't. No, they aren't. Үшіншісі yes, it is. Yes, it is. Төртіншісі no, we aren't. No, we aren't. Бесіншісі no, he isn't. He isn't. Негізі бұл да қиын емес. Жаңғы басында бастауыш қалай болды, соңында да сол бастауышпен жауап бересіздер. Yeah болса is, болмаса are, болмаса isn't, болмаса aren't. Ол жекеше түрі болмаса көпше түріне байланысты. Жақсы, негізі алдыңғы видеодағы грамматика сабақты дұрыс қарап шыққан болсаңыздар, ондай қиын болмайды. Және де мен соңында айтайын деген, оның бәрі мазмұны бойынша 4 видеоға өзгерттік. Менің YouTube каналымдағы плейлист дегенді таңдайсыздар, ана бетінде көрсетіп тұрған плейлист бойынша өздеріңіз жаңағы грамматика деп бөліп жазып қойдық. Сол жерден өздеріңізге керек бөлігін қарап, үйреніп, қайталап аласыздар. Жақсы, барлықтарыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар.